Арнайы келдім, қараңыздар, ағайындар, қазақтар. Тілдің құдіретінің қандай күшті екенін байқадық. Кассада ешкім жоқ. Адамдар бар, бірақ көп емес, азайып кеткен. Адамдар жоқ, кассаның бәрі. Үсті мына жақта кассада вообще адамдар жоқ. Ана жерде алдында бірақ кассама жұмыс істеп тұр қазір. Так что кешіріңіздер, так что деп қоямын өзім. Қазақша сөйлейік. Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін. Тіл біраз нәрсені шешетіні өздеріміз жеткен шығар. Адамдар азғантай. Магдумға бойкотты қолдау мақсатында мен де өзімнің оқырмандарыма айтқым келеді. Құрметті бауырлар, алдағы уақытта ол кісілер қазақ тіліне қатысты мәселеде жіберіп алған өрескел қателіктерін түсінбейінше, жалпы мынау қазақ елінен кешірім сұрамайынша Магдумға бармаңыздар. Бойкотты жалғастыруымыз керек. Аштан өлмейміз, жан-жағында дүкендер көп, супермаркеттер көп, бірақ Магдум емес. Неге десеңіздер, басқа да ол кісілердің конкуренттері болсын, басқа да супермаркеттер, басқа да организацияларға үлгі болу мақсатында. Қандай жағдайдан дәл осындай басқа да кішігірім қателіктер кету мүмкін, бірақ қазақ тіліне қатысты бұндай өрескел қателік жіберулеріне жол бермеуіміз керек алдағы уақытта. Сол жағынан үлгі болуымыз керек. Күн түн демей өзінің көз майын тамызып отырып, ілім, ғылым ізденіп кеткен ғалымдарымыз, қаншама қазақ тілінің жанашыр ғалымдары, алаш арыстарымыз біздің мына жағдайымыз көрсе, білмеймін енді. Дәл солай олар бізге мынау көркем тілімізді бізге одан әрмен көркем етіп жеткізіп кетті да. Ал біздің істеп отырғанымыз мынау. Бәрі шет-шетінен заңгер, қазақ тілімен қатар орыс тілде қатар жүреді деген заңға бәрі жатып алған. Құрметті бауырлар, біз қайда жүргенімізді ұмытпайық. Ең бастысы, бұл жерде кімдер тұратынын ұмытпайық та. Я, заң орнымен, бірақ қазақ тіліне келген кездегі бұндай қателіктерді қазақ елі еститін болса, бір ашуланатын болса, яғни бір көтерілетін болса, қиын болады жағдай. Заңның өзі түбегейлі өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін ең бастысы қайда жүргенімізді, қандай елде тұрып жатқанымызды ұмытпайық. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ жері және қазақстандықтар, қазақтың ұлт жанды жанашырлары. Мынау енді өздерің естіп біліп жатқан әлеуметтік желідегі Магдум сауда орталығына байланысты әңгімелер өте көп жүріп жатыр. Себебі қазақ тілінің қорланып жатқаны әрбірімізге қайдай анық, бәріміз білеміз. Күнделікті күйбең тіршілікте кездесіп жүрміз олармен. Жаңағы Магдумдағы жұмысшының қандай жағдайда қалай болғанынан көбіміз беймәлімбіз. Дей тұрғанмен, мәселе қазақ тілі, қазақ құндылығы болғаннан кейін, тек қана қазақ тілі емес, қазаққа байланысты нәрселердің бәрі болғанымен, қаны қазақ, есі қазақ баласының оған елең етпей тұрмайтыны бәрімізге мәлім. Аталарымыздың бізге аманат қылып тастап кеткен тілі, діні, жері, әдет ғұрпы қорғау әрқайсымыздың мойнымыздағы парызымыз. Осы бойкотты қолдай отырып, өз пікірімді әлеуметтік желіде білдіргім келеді. Әлеуметтік желіде көп әңгімелер таралып жатыр. Кейбіреуі жаңағы қазақ тілінде сөйле деген азаматты қолдап жатса, кейбіреулері даттап жатыр. Кейбіреулері Магдумға бойкот жариялағаннан сіздер не ұтасыздар? Ол жерде де қазақтың қара көз балалары жұмыс істеп жатыр, жұмыссыз қалады. Және де осыған ұқсаған көп әңгімелер, көп нәрселер таралып жатыр. Бірақ мен сіздерге айта кетейін, 21 ғасыр болсын, 19 ғасыр болсын, ол қазақ тілі әрқашан қазақ құндылығы деп айтайыншы. Қазақ құндылығы әрқашан үстем тұру керек бәрінен. Арың боп бетіңде тұр деп босқа айтылған сөз емес. Қазақ тілін түсінетін, қазақ тілін жетік меңгерген азаматтар бұны өте жақсы түсініп ұғына біледі.
Бұл сөзге тағы қосарым мынадай да сөз бар. Жаным, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді. Жаңа жұмыссыз қаламыз деген азаматтар мен азаматшаларға айтарым. Магнумсыз да өмір сүргенбіз. Магнумсыз да өмір сүре аламыз. Деніміз сау болса, екі қолға бір күрек табылар. Бірақ қазақтың құндылығын бүгін жоғалтсақ, ертең қазақ бұл өмірден жойылып кетсе, ол қазақ екінші бұл өмірге қайтып оралмайды. Соны аманатты біз ертең бабаларымыздың алдында ұятқа қалмас үшін кішкентай болса да бір үлесімізді қоса білейік. Себебі арымыз боп бетте тұрған ұлттық құндылығымызды жанымыздың кетіп қалатынын біле тұрсақ та соны қорғай білейік. Әрбір сөзден түсінетін дау болған жерде де жауға тоқтамаған қазақ болсақ та, сөзге тоқтаған қазақтың баласы ретінде аталарымыздың айтқан сөздеріне тоқталып, солардың сөздерін ескеріп, магнумнан сауда жасамай, басқа да базарда, магазинде қазақша сөйлеп, қазақ тілді сауда жасап жатқан азаматтардың саудасын жүргізіп, соларға үлесімізді қосайық. Тағы да бір айта кетер мәселе, тек қана кешірім сұрап, магнумның жаңа жетекшілері, болмаса жаңада құрылтайшылары кешірім сұрап құтылып кетерміз деген ой мен мақсатпен шыққан бұл күннің өзінде де кешірім сұрағанымен кешіре салмау керек. Әйтпесе біздің Қазақстанда үйреніп кеткен бір былықты жасайды да артынан кешірім сұрай салады, дальше жалғастыра береді. Сол үшін магнумның толық жұмыссыз қалғанын мен өз басым солай қалаймын. Сіздерден тек қана осындай өтінішпен, әр қазағым жалғызым деген ұранмен қазақ құндылығын, бұл қазақ құндылығының ішінде тіл ғана тұрған жоқ, басқа да көп нәрселер бар. Соны басқа ұлттардың, келімсектердің қазақты және қазақты құндылығымен бірге сыйлағанын қалар едім. Тек қана қазақтың ақшасын, пайдасын көргенін ғана емес. Аман болайық, сау болайық. Қазақстан және қазақстандықтар өсіп гүлдене берсін.